Barçаңызga кайрылуу кеч. Бүгүн үй жагдайында пицца пиширетін боламыз. Алдымен бізге 300 грамм süt керек. Sütтеріңіз обязательно жылы болу керек. Одан кейін аздап тұз керек. Одан кейін bir kaşık aydıroş şanslar. Жақсылап араластырамыз. Bir екі kaşıkтай şeker salamız. Жақсылап араластырамыз. Енді осына қолымызбен илейміз, қаттық баспаймыз қамырды. Мінекей біздің қамырымыз ашып қалды. Тура осындай болып көтерілу керек қамырларымыз. Мен бетіне пішовый пленканы астайын. Осындай қолға жабысқа қамырып шығады. Енді осы қолымызды кішкентай майлап аламыз. Сөйтіп қамырымызды илейміз. Қолдарыңызды майламасаңыз болмайды. Мінекей мен полный ыдысқа жайып шықтым. Енді үстінен кетчупымызды араластырамыз. Кетчуп пен майонезімізді қосып аламыз. Осылай теп-тек ыстап жайып шығарамыз.
Жана бетине сыр косуп асепешке bir салып алдым пиццамды. Одан кийин үстүнө тагы да кичинекей сыр косуп, бетине мындай колбасалар коюп, тагы асепешке bir салып аламыз. Бетин өз каалооңузча асемдесеңиздер болот. Мен осулай istеймин. Жаңадан калып кеткен сырдын жартысын тағы да үстүнө bir сүйүп жиберебиз. Мінекей, енді тағы да аз уақытқа асепешке салып аламыз. Мінекей, асепешке тағы біраз уақытқа піскенше салып қоясыздар. Мінекей, біздің пиццамыз дайын болды. Тура осындай әп-әдемі болып шығады. Үйде жасап көрсеңіздер болады. Мен YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ас болсын. Тағы алдағы видеолар түсіріп жатсам, міндетті түрде сізден бөлісетін боламын. Ас болсын.